Қазтрансойл компаниясы озық технологияларды белсенді түрде енгізіп келе жатқан компаниялардың бірі. Биыл Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы Жетібай мұнай айдау станциясында дауыс зорайтқыш байланыс пен дауыстап хабарлау жүйесі сәтті іске қосылды. Жаңа жүйенің мүмкіндіктерін Алтынгүл Меңдіхан зерттеп қайтты. Бұл өрт дабылы. Дауыс бүкіл станция аумағына анық және жақсы естіліп тұр. Егер станцияда төтенше жағдай орын алатын болса, автоматты түрде осы дабыл қағу жүйесі қосылады. Әрбір маман өрт дабылын естіп, тез арада қауіпсіздік шараларын қабылдай алады. Жетібай мұнай айдау станциясында биыл іске қосылған дауыс зорайтқыш байланыспен дауыстап хабарлау жүйесі міне осылай жұмыс жасап тұр. Жүйе күзет өрт дабыл қағу жүйесімен байланысты. Жаңа жоба IP технологиясы негізіндегі заманауи жүйе. Оператор МПС мұнай қыздыру пунктінің жағдайы бір қалыпты. Жаңа жүйе мұнай айдау станциясындағы операторлардың мүмкіндіктерін де кеңейтіп отыр. Операторлар нақты уақыт режимінде тікелей өзара байланысып, дауыс байланысы арқылы жедел түрде ақпаратпен алмаса алады. Хабарлама жеткізудің және байланыс орнатудың заманауи жүйесі өте тиімді. Станция аумағында орнатылған сөйлесу құрылғылары арқылы операторлар өзара байланысып, станция жұмысы туралы тікелей баяндауға мүмкіндік алады. Бұл жүйе Нұр-Сұлтан қаласындағы Қазтрансойл акционерлік қоғамының бас диспетчерлік басқармасы және станция операторы арасындағы жедел байланысты орнатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, кез келген төтенше жағдай орын алған сәтте бас диспетчер немесе оператор дереу орталықтандырылған хабарлама беріп, дабыл қаға алады. Бұл станциялардағы мамандардың жедел шешім қабылдауына және қауіпсіздік шараларын тез қабылдап, адам өмірін сақтауға мүмкіндік береді. Биыл компанияда жарияланған қауіпсіздік жылы аясында өте маңызды жоба деуге болады. Алдағы уақытта бұл жүйені Маңғыстау мұнай құбыры басқармасының барлық бөлімшелері мен станциясында енгізу жоспарланып отыр. Алтынгүл Меңдіхан, Жетібай мұнай айдау станциясынан.